терезеден құлау акциясы апта сайын жүргізіліп тұрады. Төтенше жағдайлар басқармасы және төтенше жағдайлар департамент қызметкерлерімен бірлесе отырып, бүгінгі жүргізіп жатқан акциямыз осы сол жағалау шағын ауданында, келесі осы Ақмешіт, Мерей аудандарында жүргізілетін болады. Осы келесі алдағы аптада жоспарланып отыр. Қызылорда қаласы бойынша терезеден құлау жағдайлары 2023 жылы 13 жағдай орын алып, оның біреуі қаза тапты. Биылғы 24 жылы жыл басынан 8 жағдай орын алып, 9 бала терезеден құлаған. Қазіргі таңда бір балалар ауруханасында жатыр. Былтырғы жылда алатын болсақ, 13 жағдайдың біреуі қайтыс болған. Айтатынымыз осы Қызылорда қаласының қонақтары мен тұрғындарына балаларды қараусыз қалдырмау, терезенің жақын орналасқан заттарды жақын қоймау сұралады. Бірінші балалардың өмірі бірінші орында.